Дулат ағай, сіздің алғашқы әскери дайындық пәнін таңдауыңызға не себеп болды? Алғашқы әскери дайындық пән таңдауыма енді өміріміз осы спортпен, оның ішінде күреспен байланысты болғандықтан, жаңағы жастарды тек қана спортқа баулу емес, патриоттық тәрбиеге, оның жанында әскери мықтылыққа шыңдауға, тәрбие мақсатында жастарға мықты тәрбие беру, жаңағы білімге құштар болуға үйрету мақсатында осы алғашқы әскери дайындық пәнін таңдадым. Әскери дайындық сабағында әскери қызметке дайындық жүйесін үйренеміз. Дулат ағайдың сабағы бізге патриоттық сезім береді. Дулат ағайдың спорттағы жетістіктері оқушыларға мотивация беруде қандай маңыздылыққа ие? Дулат ағайдың спортқа деген қызығушылығы, махаббаты, ол кісінің спорттағы табандылығы мен төзімділігі оқушыларға деген үлкен ерік-жігер, күш-қуат береді. Ол кісінің қай жарысын алып қарасаңыз да, әлем чемпионаты болсын, Азия чемпионаты болсын, бас жүлдемен, бірінші орынмен қайтуы оқушыларға үлкен мотивациясын береді. Оқушылар да сол кісі сияқты болғысы, сол жетістікке жеткісі келеді. Міне сол кезде үлкен күшпен сенім пайда болады. Ол кісінің алғашқы әскери дайындық сабағынан бөлек түстен кейінгі уақытта оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалануға, спортқа шұғылдануы, оқушылардың ұлт жағында патриот ұрпақ болып өсуіне Дулат ағай үлкен септігін көмегін тигізіп жатыр. Еңбекқорлық пен тәртіп біздің ең басты міндетіміз. Дулат ағайдың мұғалімдік қызметі мен спорттағы табандылығы мектепке қандай үлес қосып отыр деп ойлайсыз? Дулат ағайдың мұғалімдік жауапкершілігі мен спорттағы табандылығы бір-бірін толықтырып тұратын қасиет. Ол қандай істі қолға алса да, жоғары деңгейде орындауға тырысады. Бұл мінезі мектеп ұжымына да, оқушыларға да үлкен үлгі. Оқушылардың оның әр ісінен еңбекқорлық пен тәртіпті көреді. Ал ұстаздар үшін кәсіби тұрақтылықтың, талапсыздықтың көрсеткіші. Оқушылар үшін өз мектебінде чемпион болған, еңбегімен жетістікке жеткен ұстаздың болуы үлкен мақтаныш. Олар Дулат ағайды тек мұғалім ретінде емес, нақты үлгі ретінде көреді. Бұл балалардың спортқа қызығушылығын арттырып, белсенді болуына әсер етеді. Дулат ағай біздің мектепте алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі болып, 5 жылдан бері табысты еңбек етіп келеді. Ол өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын, тәжірибелі ұстаз ғана емес, сонымен қатар талай жарыста ел намысын қорғаған спорт шебері. Ұстаздық пен спорт жолын ұштастыра білген Дулат ағай талай оқушыға үлгі болып, оларды үлкен жеңістерге жетелеп жүр. Ағайдың жетекшілігімен мектеп оқушылары Қазақстанның түкпір-түкпірінде өткен талай турнирге қатысып, жоғары нәтиже көрсетіп, жүлделі орындарды алып келіп жатыр. Тіпті халықаралық деңгейдегі айтулы додаларда да бақ сынап жүр. 2024 жылы Польшада өткен әлем чемпионатында мектебіміздің түлектері жеңіс тұғырынан көрініп, әлем чемпионы атанып қайтты. Ал 2025 жылдың қазан айында Өзбекстанның Бұқара қаласында ұйымдастырылған Азия чемпионатында біздің оқушылар ел намысын лайықты қорғап, Азия чемпиондары атанып келді. Жақында жаңа белес Испанияда өтетін әлем чемпионатында Дулат ағай мен оның шәкірттері тағы да үлкен сынға жол тартқалы отыр. Олар үшін бұл тек жарыс емес, Қазақстанның көк байрағын жаһан алдында желбіретуге берілген мүмкіндік. Сәлеметсіздер ме? Бүгін міне 29 қараша, Алла бұйыртса, Испания елінде комбат джиу-джитсудан әлем чемпионатында қаспан спортшылары бақ сынап жатыр. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Дулат ағай мен жас чемпиондарға мықтыруқ, зор жігер тілейміз. Еліміздің абыройын одан әрі асқақтатып, жеңіспен оралуына тілектеспіз.